Армысыз менің құрметті көрерменім. ақш пен Иран соғыса ма деген сұрақ күн тәртібінде, себебі маған тиктокқа осыған байланысты өте көп сұрақтар келіп жатыр. Біздің Қазақстан әзірге тыныш, бірақ бізге тыныш көрінгенімен таяу шығыстың саясатында үлкен тектоникалық плиткалар жылжып, өте қауіпті мүдделердің түйісейін деп жатқанын сіздер көріп жатырсыздар. Қазір Америка құрама штаттары мен Иранның арасындағы текетірес күннен күнге өршіп, өзінің шарықтау шегіне жеткен сияқты. Міне, құрметті көрермен, бүгін өздеріңізбен осы сұрақтарға байланысты шағын саяси сараптама жасап көретін боламын. Әзірге Ақ үйдің тарапынан тікелей бір приказ болған жоқ. Және Иран билігі де өзінше қорғануға барынша дайындалып, Ресей мен Қытаймен бірігіп әскери жаттығулардың өткізіп жатқанын сіздер өте жақсы білесіздер. Жаттығумен ғой, бірақ тікелей соғыс бола қалған жағдайда Қытайда Ресейде қырық сылтауын айтып үйлеріне қайтып кететіні рас. Яғни Иран кіммен бірігіп жаттығу өткізсе де, жеме-жемге келгенде жалғыз айқасуға мәжбүр болатынын екінші кластың баласы да білуі тиіс деп мен ойлаймын. Ойшым, жағдай қазір жақсы емес. Күніне 10 рет өзгеретін Трамптың тырысқағы қашан ұстайтынын білмей, бүкіл әлемнің басы қатып жатқан жайы бар. Енді сұрақ, не болып қалды сонша осы екеуіне деген? Бірден айтайын, ақш пен Иранның арасындағы бұл жағдай жай ғана дипломатиялық дау емес, тамыр тереңге кеткен, ең қорқыныштысы бір идеологиялық өшпенділікке жалғасқан ондаған жылдардан құралған үлкен текетірес. Американ қазір алып империя, парсылардың да бір заманда империя болған сіздер жақсы білесіздер. Сондықтан бұл екеуі де саясатта өте қауіпті ойындарды ойнап үйренген. Ал 79 жылдан бері бұл екі ел бір-біріне мүлдем сенбейді. Себебі Хамени билікке келе сала, әп-әйбат Иранды қара жамылдырып, орап, бүкіл әлемнен оқшаулап, Ислам Республикасын құрып алды. Ал Вашингтон болса, сол кезден бастап Иранды аймақтағы тұрақсыздықтың көзі, бүкіл бәле-жаланың басы деп санайды. Иран билігі ақшты өздерінің ата жауы санайды. Сол 79 жылдан бастап бұл екі тентек бір-бірін әбден мүйіздеп, қажап, сөзбен садақ атып, салғыласып, бой салыстырып, әйтеуір сондай халге түсіп жатқан жайы бар. Хамени де бұрынғыдай қақырап тұрған арыстан емес, дәл қазір оның үстіне халқы да бүкіл әлемге жексұрын болудан әбден шаршады. Оның Американы ата жау санап жүріп, өздерінің 60 жыл артта қалып қалғандарын олар қазір сезіп жатыр дегендей. Ал Трамп қазір әбден күш алып алды. Енді ақштың ауыр мәлімдемелері бұрынғыдай бір апамның әңгімесі емес, қазір Трамптың әрбір сөзі әлем елдеріне берілген үлкен сигнал. Енді ең негізгі мәселелерге қайтайықшы. Иранның ойы қандай? Қазір Иран ашық соғыс іздеп отырған жоқ. Шарттас соғыс олар үшін өте тиімсіз, себебі Хаменейдің креслосының екі аяғы сынып тұрғанын сіздер жақсы білесіздер. Халқының басым бөлігі оны жек көреді, оның орнына Иран аймақтағы прокси күштерге сүйенеді. Прокси дегеніміз идеологиясын Иран жасап отырған осы аймақтағы террористік және діни топтар. Одан кейін Иранның көзірі ол Ормуз бұғазы. Әлем мұнайының негізгі логистикалық хабы сол жер. Сол жерде бір күнгі мұнай өткізу тоқтап қалатын болса, бітті, қара алтынның бағасы аспандап шыға келеді. Сондықтан Иран соғыс бола қалса, сол жерден өтетін кемелердің жолына арқан тастап есті шығаратыны рас енді. Трамптың тілімен айтқанда, қазір Иранда басқа ешқандай карта жоқ. Енді ақшқа келейік. Америка не істейді? Ашық соғысқа бара ма Иранмен? Теориялық тұрғыда ойласақ, оған қазір барлық жоспарланып жатқан олардың қозғалыстары дәлел. Иранға жақын суларға бүкіл армадасын әкеп тіреп қойды Трамп. Соншалықты әскер мен қаруды техниканы әкеп айдаладағы айдынға тіреп қоюдың, ұстап тұрудың қыруар шығын екенін ескерсек, бұның түбі қорқыныштылау көрінеді. Менің болжамым мынандай, құрметті ағайын, бұл екі держава тікелей бір-бірімен соғыспайды, себебі бұл өте қымбатқа түсетін соғыс. Бірақ әлемді соғыс болып кетеді-ау деген үлкен үрейді ұстап тұрады бұл мемлекеттер. Себебі бұл күшті мемлекеттерге экономикалық жағынан өте тиімді. Мүмкін Трамптың әкімшілігі бір анау Мадуроға қолданған әдісті жасап көретін шығар. Оны да уақыт көрсетеді. Ал енді Қазақстанға келейік. Біздің еліміз өздеріңіз білетіндей мұнай экспорттайтын мемлекет. Сондықтан таяу шығыстағы кез келген жарылыс біздің бюджетке тікелей әсер етеді. Таяу шығыс елдері соғысқа араласып бір мұнай өндіру төмендеп кеткен жағдайда Қазақстанның мұнайына деген сұраныс арта түседі. Бірақ есесіне біздің елге сол мұнай сатып алатын мықтылардың тарапынан геосаяси қысымдар басталады ондай жағдайда. Яғни Қазақстанның мұнайын 5 теңгеге басып қалғысы келетін көлеңкелі күштер бас көтереді деген сөз. Сондықтан ақш пен Иранның соғыспағаны бізге тиімді. Біз өзі Назарбаевтың заманынан бері қарай көп векторлы саясат ұстанып келе жатқан елміз. Әлем елдері бір-бірімен ерегесіп жатса, біз конкретно бір елді ешқашан жақтамаймыз.
біз Вашингтонмен де Тегеранмен де сендердікі дұрыс деп сөйлесе береміз. Тіпті іргеміздегі Бейжіңмен де Мәскеумен де ой сендер красавчиксіңдер деген позицияны ұстанамыз. Бұл саясатта көпшілік айтып жүргендей әлсіздік немесе бір қорқақтық емес. Менің ойымша бұл аман қалудың стратегиясы. Себебі біз тарихтың сюрприздарына әбден тойған, географияны өте жақсы оқыған, жақсы білетін елміз. Қазіргі саясатта мықты мемлекеттерге сен не правсың деп айту үшін кем дегенде 400 мың мұздай қаруланған әскерің немесе кем дегенде 40 миллиондай халқың болу керек деп мен санаймын. Бәлкім бір замандарда сол бабаларымыздай қайтадан үлкен бір империя құрармыз бізде, бірақ қазір емес. Біз сияқты халықтарға көтенді қысқан бай болады деген позицияны ұстанып, анау арыстандардың алпарысына барынша араласпай қалуды ойлау керек деп мен ойлаймын. Біздің Тоқаевтың қазіргі жүргізіп жатқан саясатында осы шамалас ел соғысқа араластырмау. Біреуге қара алтын беріп, біреуге сары алтын беріп, біреуді мақтап, біреуді даттап, біреуді қолдап, біреуді алдап болсын дипломатиялық әдістерін қолданып жатқаны көрінеді. Сондықтан қазір біздің барымызда, нарымызда сол Абылайдың заманынан қалған көп векторлы саясат. Түсіндіре алдым ба? Сондықтан ағайын, хайыптан тайып, ақш пен Иран төбелесіп қалып, бір-бірінің көзін көгертіп жататын болса, оның салдары бізге оңай тимейді. Оның үстіне ондай жағдай бола қалса, ақштың Иранды бір аптада әтәт қылатынын сіздер болжап отырған шығарсыздар. Сондықтан әлемде тек бейбітшілік болсын деп айтқым келеді. Барлығымыз саяси сауатты болайық ағайын.